14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мырзахан? Мырзахан? Алтын? Ау. Мырзахан тұрмады ма? Білмеймін, тұрмады ғой деймін. Мырзахан! Тұрсайшы енді. Тұрдым. Кел. Ой, білмей. Бір сағат ұйықтадық па, ұйықтамадық па. Талып қаптық қой. Ашылғанымыз кеше. Күткеніміз бір адам. Шарша, өліп қаппын кәдімгі дейші. Стресстен ғой аға. Тамақ алыңыз. Мырзахан, кешегі жұбан шағадан қалған тамақ жылта салдың. Түрткенде жоқ қой бұл кісі. Ауыз тиді де кетті, сол күй таза. Бісміллә. Жейк. Дұрыс қайды, осы ыстықаным дұрыс бопты. Оны тасайсаң ыстырап болады. Қайда кешегі тамақ жылып жесең, жылыпта деген тәтті болмай ма негізінде? Қайдам? Менің ана Алматыға шыққан әпкем бар ғой? Солар артылған тамақты тоңазытқышқа салмайды екен. Жеп қоям екен не бәріне? Жоқ, егер қою болса қоқысқа, сұйығы болса унитазға төгеді. Астафиралла. Не айтып тұр ма? Кәдім унитазға төгіп тастай ма? Иә, өздері. Обал ғой, я? Обалай. Тойынғандық қой, оның негізінде бар ғой. Тойған адамның тірлігі ол. Қанша адам сол тамаққа зар болып отырғайды десе? Сосын енді аға, мен көп жерде аспаз болып істеймін ғой, білем. Бағанағы бізге мейрамханаға келген адамдардың 70-80%-дары алған тамақтарын тауыспайды. Оны да апарып біздікілер қоқысқа төгеді. Содан кейін бір қызық айтайын. Қайта келген ана қалталы адамдар тамақтары артылса, сол таза тамақты түгел будырып, түйдіріп үйлеріне алып кетеді. Ал оның қасында мына біздің қарапайым адамдар, білмеймін, ұялама, жоқ әлде өтірік тәкаппарлық па, сол күйінше түртілмеген тамақтарын тастайды. Апарамыз, оны да біз қоқысқа төгеміз. Сондай. Сендер бақ үйреніп қап, ертең біздің кафедегі тамақ қоқысқа тастап жүрмеңдер. Маған әкмеңдер, маған жылып бере беріңдер, мен іше берем мен өзім. Әкем марқұм айтатын, ей дейтін, сендер дейді, аштық көрмегейсіңдер. Сол аштық көрмегеннен кейін бір түйір нанның қадірін білмейсіңдер дейді. Біз аштық көрмеген білмейміз де қадірін. Мына ораза соның қадірін түсіндіретін бірден бір өте әдемі амал. Мысалы біз ораза тұтамыз. Қанша сағат? Бір 11-12 сағатта, я? 13 қой деймін. Даже 13 сағат аш жүреміз, су ішпейміз. Аш жүрген кезімізде шын аш жүретін адамдарды басыңа түскенде ғана түсінесің ғой. Сөзсек ана адам түсініп, оған көмектесуге адамның мейірімі оянады екен. Көрдіңдер ма? Ана адам дос тоқтық құртады ғой негізінде. Қарны тоқтық, уайымы жоқтық, аздырар адам баласын деп Абай ата бекерге айтпаған негізінде. Дұрыс қой, отағасы. Тамағыңызды тезірек ішіңіз. Қазір 10 минуттан кейін уақытыңыз бітіп қалады. Кімдер қайда? Алма шұғылалар қайда? Кеше апама қараңдар деп Мадиярға салып жерген жоқпыз ба? Не болды? Мырзахан, кешегі әңгімені бүгін ұмытып. Ес қамаған менде ше. Меношым ойлап отырмын да, апамды да бір жола көшіріп әкелеміз ғой деймін. Апамды көшіріп әкелек. Сен мектептегі жұмысың таста. Ақыр қаржыға жоқ. Әрмен қарай өзіміз дөңгелетейік мына жұмысты. Мен ауылға кетіп бара жатырмын ғой. Жұмысқа. Кеше директор қанша мәрте звондады. Оның үстіне ана шұғыланың тесті бар, Арманның сабағы бар. Қалай жүреміз бе ол жақта? Одан да Қаршыға қайт. Тезірек әкелетін адамдарын алып келсін. Қаршыған әкелетін адам емес, Қаршығаның өзін таппай атқан жоқпыз ба? Жүре береміз бе ол сияқты? Жүре бересің. Несі бар?
Қанша болды сағат? Болды ма? Ауыз жабатын уақыт болды. Судан ішіп беріңдер. Көбірек ішіп беріңдер. Айтпесе ертең жұбан шағаларын құсап қаласыңдар. Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулилlah. Аллахтың разылығы үшін азаннан қара кешке дейін ораза ұстауды ниет еттім. Алла ниетімізді қабыл мұратымызды асыл етер. Аумин. Аллаху акбар. Апамдар келді ғой? Ай. Ой, апа. Кеп қалдыңыз ама? Келіңіз, апа. Қалайсыз, апа? Жақсы. Амансыздар ма? Ал қалайсыздар, апа? Шаршамай жақсы жеттіңіздер ма? Мыналар нағып жүр. Ойбай. Қалайсың, қызым ау? Балапаным келдіңдер ма? Мына тұрған жер құры жатқанша көріп кетейін деп келдім. Ой, бәрің бір тұтас болып, ауылды көшір болып келгенсіз ба? Бәрің düşünдіріп ме жерде? Қаршы ағасының кафесін көрсін деп есен немересін ертіп жіберді. Ай, бәрекелді, молодец, ей. Қалай жағдай? Жақсы. Атаң қалтаңды ақшаға толтырып жіберді ма? Абайла, бұл жер қымбат. Жоқ, қарызға ала салам. Атаның пенсиясынан жаздыра салам. Мен әңгімесін қара. Ой, ақымақ. Бұл саған емне ауылдағы Юпитер самсақанасы дейсің ба? Бұл мейрамхана дейді бұндайды. Бірақ батыр ай сонда да. Молодец, батыр. Жүріңіз, апа. Айтпақшы, Арман. Үйден сөмкемді алып шықшы. Мен мына таксимен үйге жетіп алайын. Ал, апа, отырыңыз. Ал. Отырыңыз, апа. Мен мына таксимен апа ауылға қайта берем. Жұмыс қой, жұмыстан қалсам болмайды ғой маған. Дұрыс. Ой, рахмет. Уақытында қалыңыз, апа. Рахмет. Сен ертерек бармасаң, сол мектебін құлайды сенің. Бар, ертерек. Ал, жақсы. Мына жер саған аманат, Мырзахан. Шұғыла үйдің кілті қайда? Сол көмір шелектің астында. Апа, мен кеттім. Қаршығаның адамдары келсе, қайтыңыздар енді үйге ертерек. Құда қаласа. Тезірек үйге қайтыңыздар. Айтпақшы, ораза қабыл болсын. Рахмет. Оразаны мен ұстадым, шұғыла ұстамадым. Неге? Білмеймін, не тестке дайыналамын дейді. Үйбай. Оразаға тесттің не қатысы бар? Тест үшін ұстамадым деп кім айтты саған? Студент болғанда ұстаймын дедім ғой. Болды. Ол жағын өзің білесің енді. Апа, мына істеп атқан жұмысымыз. Жүрсеңізші, көрсет қайда сізге. Не істеп атырмыз, не аштық, қандай кафе аштық, бәрін. Әдемі, тамаша жер екен мына жер. Табиғатта тамаша. Аспандияр деп аталатын кафе екен міне. Жүріңіз. Баспалдақты абайлаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Қаршыға ақыр ашты ғой. Әй, молодец, сол қаршыға. Жүріңіз, апа. Тауда, таудың етегінен алдық та. Әдемі жер екен. Керемет, қараңыз. Таудың сағасы. Мөлдіреп ағып атқан таудың суын қарайыншы. Таудан су атыр осы? Таудың суы ғой. Таудың тастай. Таудың мөлдір бұлағы ғой бұл. Айналайын. Әдемі көрінеді. Әдемі. Мыналар енді летниктер. Иә. Жазда осы жерде адамдар отырады. Отыра береді. Әдемі. Мереке дастархан жайып қоямыз. Әдемі. Мына жерде, мына жер киіз үйде. Иә. Ана құдаңыздың Арман нағашы атасы. Соның таныстарының кафесі. Соны ақыр қаржыға жалға алып жүргізіп жатыр ғой. Ойдағырда қаржыға бастық бізге. Осының бәрін істеу оңай емес. Қайта осыны ашып жүрген қаршығаға рахмет. Рахмет. Кейбір адам айтады да, бірақ істемейді ғой. Ананы үйдем дегенде жеме-жем пісіп жел шығып кетеді. Айтпа. Мынаны қараңыз. Аспандияр деп жаздырып қойдық. Қандай әдемі қағат жазып қойған, Керемет. Таудың сағасында әдемі жерде. Көз үйде қымыз ішесің. Шығасың, таудың мөлдір бұлағы. Мына жағың тау. Саф ауасын айтсаңшы бұны. Мына жағыңыз қарды қарашады. Айналайын. Алла тағалам табиғат жаратқын ғой. Жүреді құдай қаласа. Қаласа әдемі. Қай жағынан қарасаң таза ауа. Бұлақ ағып жатыр. Мына жер бәле жайнап тұрады. Әдемі көрінеді. Столдар қойғаннан кейін көресіз. Күшті көрінеді көресіз.
Мұны қазақша нақыштағы ойбай тамаша ресторан екен. Бір отырып майсөк жеп алайыншы. Қарындас. Қарындас, майсөк бар ма? Қарындас үстіне білім керек. Ақша да керек. Жауапкершілік те керек қой, айналайын-ау. Мүмкін қуырдақ пен сорпа бар шығар? Бар. Ыстығын-ай, пештің қасында тұрып шөліп кеттім бар ғой тура. Сіз оразаны бірінші рет ұстайын деп тұрсыз ба? Иә, бірінші рет ұстайын деп тұрмын. Шын ба? Шын? Онда тұрған не бар екен? Сонда сізге ораза ұстауды атаңыз айтпаған ба не? Шынды айтайын ба? Осы маған оразаны шал кемпірлер ұстайтын сияқты көрінетін. Мәди де енді бірінші рет ұстайын деп тұр. Мен де бірінші рет ұстайын деп тұрмын. Қош. Шын айтып жатсыңдар ма? Сендерге ораза не керек, әлі ерте емес пе? Саған жарайсыңдар. Арман, содан кейін не ғой мына аузыма түкірікті не істесем болады? Жұтса бола ма, болмай ма? Түкірікті күндегідей жұтуға болады, бірақ оны әтеге жинауға болмайды. Жақсы болды ғой, әйтпесе мен бар ғой, аузыма түкірік толып, не істерімді білмей қорқып жүрсем. Жақсы болды ғой. О, су қайнады. Тезірек жылдамдатыңдар. Мына картошканың құртын алсайшы, Арман. Не мынау? Әсет, тезірек аршы, жонбай. Содан кейін бар ғой, ауызды сумен шаюға бола ма? Шаюға болады, бірақ оны жұтып қоймау керек. Сен осының бәрін қайдан үйреніп ағасың, өзің бәлесің ғой? Кейбіреуін атам айтқан, кейбіреуін Құспан ата айтқан. Жарайсың. Жақсы. Қарындарың ашқан жоқ па? Ауызды шарға не жасасақ болады? Қуырдақ па, жоқ әлде сорпа ма? Қуырдақ. Қуырдақ? Ендеше картошканы көбірек аршыңдар. Мәссаған! Не көрінді? Жаңа маған бір кісі сорпа мен қуырдаққа тапсырыс берген. Мүлдем ұмытып кеттім. Қашан? Білмеймін, жарты сағат бұрын. Жарты сағат бұрын? Неге ертерек айтпайсың? Бұл тез ондай болса асығыңдар, бол, мына картошканы аршы. Мына пияз, Әсет, тасташы, сен пиязды аршы, сен картошканы аршы, әкел. Мен турап жіберейін тез-тез. О, бәрекелді. Мынаны қазақи нақышта әдемі істепті. Жарадың қаршыға. Иә. Әдемі. Бұл жердің өзінің ұраны бар. Иә. Қонақ жайлы қазағымның аспан дияры деп аталады. Солай ма? Тұра тұрыңызшы. Бәсе. Ой. Ой. Нұреке. Ой, Мырзахан. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қайдан жүрсің? Өзіңіз? Ойбай, апам келген. Апа, отырыңыз, келіңіз, апа. Амансың ба, айналайын. Апа, келіңіз. Отырыңыз, мен сізді бір қонақ қылайын. Жоқ ей. Апа, отырыңызшы. Ой, Мырзахан, қойшы. Отырыңыз, апа. Ай, рахмет. Қалайсыз, апа? Жақсы. Жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы. Өздерің. Ойбай, амансыз ба? Ой, мына ресторанға келіп, өсіпті адам ресторан сала ма? Мынау не ресторан мынау? Не болып қалды? Ойбай, не болғанда анау? Даяшысы тест оқып жүр ма? Ойбай, ол оқысын, жұмысын істемей ма? Майсөк бар ма деп сұрағам. Майсөк жоқ дейді. Қуырдақ пен сорпа тапсырыс бергем, жоқ әлі міне. Ой, Жастық қылған шығар. менде майсөк бар ғой. Сәресіге деп әкелгем. Қазір дайындап берем. Ой, апа, отырыңызшы, апа. Ол сіздің майсөгіңіз ғой. Сіздің майсөгіңізді сіздің үйіңізде жейміз. Анау ресторанға келген ресторанның майсөгі деген болмай? Мейлі онда. Осы жердің майсөгін жемейміз ба? Ана қыз бұратыла 31 сағат болды отқанымызға. 31 сағат тапсырыс бергенім. Қойыңыз енді. Енді 31 сағат болмаған шығар енді. Енді 30-ның қосып айтып жатырмыз да енді. 1 сағат болды, тұп-тура міне. Тапсырыс бергені, тұп-тура 1 сағат. Қойыңыз, 1 сағат бола қойған жоқ.
Түсесіз ау тағы. 40-тан төмен түсем. 40 минуттай болды, апа. 40 минуттай болды. Ай, Нұреке қатырасыз. Жо, мен осыдан 40 минут бұрын о жер кеп кеткеніміз жоқтығыз. 40-тан тағы түсесіз ау. Түсем айна, 40 минут болды. Мені 40 минут болды. 20 минут болып қалды осы ары кетсе. Жоқ, қуырдақпен сорпа тапсырыс берген апа. Жоқ, әлі міне. Өсіп адам ресторан салам ба? Ештеңе ақмайды. Жастық қылған шығар еді. Тез оқып атса. Жастар. Оқығанына шүкір дейік, қазір кітаптың бетіне қарамайтындай яшы қыздар да бар ғой. Ай, Мырзахан, ол оқысын, жұмыс істесін. Не ма? Биыл ораза ұстамадыңыз ба? Ұстамадым мен биыл. Мен биыл дем алып жатырмын. 3 жыл ұстаған адам 1 жыл ұстамай қойса болады дегенде естідім да мен. Не дейді? Ой, сізден Нұреке, қайдағын ойлап табасыз? Қаяқтан шыққан заң екен ол? Ой, мен Фейсбуктан оқыдым ғой. Фейсбукта жазып қойыпты. Олай болмайды балам. Ой, болмайды ол. Біз мынау кәмелет жасқа толғанша, оңды солымызды танығанша, мына басымыз қара жерге тигенше, белгілеп берген 5 парыздың бірі осы ораза. Иә? Жылына 1 рет ұсталады. Көппен көрген ұлы той деген. Ал өзіңнің 3 жыл ұстады мен ұстамайым дегенің, тіпті шариғатқа да, ақылға да симайтын нәрсе. Енді мен 1 күн өткізіп алдым мен. Ендігі жылдан бастап міндетті түрде ұстаймын апа. Қойыңызшы апа. Енді о жағын өзің білесің, шырағым. Дегенмен, 1 күнің ақ өтіпті. Ертеңнен бастап ұстай берсең болады. Бола ма апа? 1 күнді кейін өтей бересің. Қарыңыз, өтей саласыз ғой кейін? Иә, өтей саласың. Болды онда ертеңнен бастап ұстаймын. Ай, мен оқып алғаным ғой анау. 3 жыл ұстаса 1 жыл ұстамай қойға болады деген. Жоқ, болмайды, болмайды. Нұреке, соғаны өзіңіз не десіз ғой? Әкімшіліктесіз ба? Собая? Ой, оны тамақта кеп сен жұмыс сұрайын деп тұрған сияқтысың ғой. Жоқ, жұмыс сұрамайым. Енді жасыратын несі бар, Нұреке? Мынау енді менің қайным Қаршығаның кафесі. Соны әзірге жауапты ретінде мен жүргізіп жатыр едім. Сондықтан артық кемшілік болса айып етпеңіз. Айналайын Мырзахан. Оны кіре салып айтпадым ба? Мынау балағаттап алып қызық болды ғой өзі. Мынау дизайн тамаша екен. Мынау даяшылар туралы кішкене айтып жатқаным ғой мен. Жоқ. Кешірерсің енді. Ресторанның дизайны керемет. Маған ұнап отыр енді. Міне. Сенің берген тамағың дәмді болатын шығар енді. Айтпақшыдай, мынау біздің Атшапан айып ретінде біз сізге өзіміздің сәлесі кешетін майсөкті арнайы дайындап әкелдік. Одан кейін арнайы әжемнің құрметіне менюге әжемнің рецепті деп осы майсөкті қосатын болды. Ой, Мырзахан, сен тоқта. Тоқта, дастархан жаймай қоя тұр. Не ал? Мынау құр қолға бата жүрмейді дейді ғой. Мынау саған деген. Мынау қойым. Ал. Қойың жатпалады. Ай, көріндік енді. Ал енді. Салт қой, қазақтың дәстүрі, салты. Ой, мынау. Тойда қайтсын десеңші. Ой, мынау. Жақсылықта қайтсын. Ой, мынау. Ыңғайсыз болған жоқ па? Рахмет. Мақыл, тойда қайтсын онда. Онда мына. Мына майсөк өзімнің майсөгім қолдан істеген әдемі. Қанша клиент келді, берекелі сіз болдыңыз. Тегін ішіп жеп кеткенге құмар. Армандаймыз бақытты жанияның болғанын, Ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. Аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде, өз отбасыңның ішінде. Үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы бар, қарттықтың мағыналы мәні бар, бақыттың кілті табы